Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге шиеден компот жабатын боламыз. Бұл рецепт өте жылдам, әрі көп уақытты алмайды. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен үлкендеу ыдысқа суымызды құйып, суды қайнатамыз. Крышкаларды қайнатып, стерилизовать етеміз. Содан соң банкамызды да стерилизовать етеміз. Банканы алдын ала ас содасымен тазалап жуып алдым. Стерилизовать ету 3-4 минут. Менің банкам стерилизовать етілді, крышкасы да. Енді шиені алдын ала жуып тазалап, осылай 3-4 уыстай әр банкаға салып шығамыз. Жалбыз, яғни мята салсаңыз да болады, бірақ ол міндетті емес. Біздің суымыз қайнады. Енді осы қайнаған суды банкаларымызға құйып шығамыз. Құйылған суды шамамен 15-20 минуттай ұстаймыз. Содан соң қайтадан ыдысқа құйып, осы құйылған суды қайтадан қайнатамыз. Сонда компоттың түсі қып-қызыл әдемі болып шығады компотымыз. Енді банкаға қантымызды саламыз. 2 литрлік банкаға 200-250 грамм қант. 3 литрлік болса 300-350 граммдық қант саламыз. Енді қайнаған жаңағы согымызды, яғни сиропымызды қайтадан құйып, банкамызды жақсылап жабамыз. Қантымыз еру үшін осылай банканы 3-4 рет домалатамыз және крышкасының жақсылап жабылғандығын тексереміз. Жабылған банкаларымызды бөлме температурасында орап қойып суытамыз. Шамамен 2 күндей уақыт кетеді. Содан соң банкаларды қысқа дайындайтын жерге саламыз. Компотты осылай жабу әдісі өзіме қатты ұнайды. Оңай әрі жеңіл, әрі жылдам дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.